Ассалаумағалейкум құрметті тыңдарман. Сіздермен бүгін мен Атшыбай Ислам және бүгін еліміздегі діни білім беру жүйесіне қатысты өзекті тақырып қозғалмақ. Енді бұл тақырыбымыз Маңғыстау облысы дін істері басқармасы дін мәселелері бойынша ақпараттық талдау орталығының тапсырысымен және де айрақты көмек көрсету орталығының ұйымдастырылуымен бүгінгі подкастымыздың тақырыбы Қазақстандағы діни білім алу орындары сапа, бағыты және жалпы болашағы жайында болмақ. Енді бүгінгі студиямыздың қонақтары Маңғыстау облысы дін істері басқармасының дін мәселелері бойынша ақпараттық талдау орталығының теолог маманы Баспақов Жәнібек және де сол басқарманың теолог маманы Жолдыхан Нұржан болады. Қош келдіңіздер. Енді ең алдымен діни білім ол әрдайым өзекті болып келді. Қанша ғасырлар өтсе де, қаншама замандар өтсе де, дін ол адамзатпен бірге және де ешқашан ажырамаған. Өйткені ең алғашқы сенімдер де, қандай да жүйелер де баршасы бір нәрсеге сенумен басталған. Содан біз білеміз, қаншама замандар өтсе де, әртүрлі зайырлы болсын, басқаша да психологиялық, әлеуметтік тану жағынан да ғалымдар зерттегенде, дін ол адамзаттың жүрегіне байланған нәрсе, яғни біз одан заман өткен сайын одан ажырамайтындығын байқаймыз деп өздерінің тұжырымдарына келген. Сол себепті бүгінгі тақырып діни білім болғасын, бұл оның үстіне өте өзекті болып есептеледі. Енді ең алғашқы сұрақ легін біз Жәнібек мырзаға қоятын болсақ. Енді Жәнібек мырза, Қазақстандағы діни білім беру жүйесінің қазіргі жағдайын қалай сипаттар едіңіз? Ассалаумағалейкум, қош көрдік. Бүгінгі талқыланайын деп отырған тақырып қоғамда өте өзекті деп есептеймін. Себебі жаңа өзің айтқандай, адамзат жаратылғалы бері адамзат пен басқа жаратылыстардың аражігін ажырататын ол ақыл білім болатын болса, оның ішіндегі рухани білімді, рухани сенім жүйесін зерттейтін ғылым бұл дін. Енді осы дін қоғамда қалай үйретіліп жатыр, қалай білім сапасы деңгейі өсіп жатыр деген сынды сұрақтар қоғамдағы әрбір азаматтың көкейінде болу керек деп ойлаймын. Енді еліміздегі қазіргі еліміздегі діни білім беру жүйесі бірнеше этаптардан тұрады. Біріншісін айтатын болсақ, елімізде дін тану және ислам тану бағыты бойынша жалпы дінді үйретіледі. Жалпы әлемдік аренада Қазақстан мемлекетіміз өзін зайырлымыз деп орнықтырған болатын болса, бұл діни білімді де осы ең бірінші осы принципке сай азаматтарға үйретуге тырысады. Оның ішінде енді дін тану мен ислам тану үйретілетін болса, ислам тану адамдарға осы ат айтып тұрғандай ислам дінінің ішкі мәселелерін зерттейді. Яғни ислам негіздерін зерттейді. Оның ішінде Құран, хадис, фих ілімі, араб тілі деген сынды осы ислам дінін адам жалпы қалай түсіну керек, практикада қалай қолдану керек, соны зерттейді. Келесі дін тану болатын болса, ислам тану ілімінен айырмашылығы, дін тану жалпы тарихта қандай діндер болған, оны қаншама адамдар ұстанған, әрбір діннің негізгі мақсаты қандай деген сынды сұрақтарға жауапты іздейді. Осы екі салаға қосымша тағы да теология ілімі соңғы кезде бізде өзекті болып есептелінеді. Осы үш саланы медресе, колледж деңгейлерінде, университет деңгейінде біздің елімізде қазір бакалавр, магистратура, докторантураға дейін азаматтарды тәрбиелеп, осындай диплом беріп, азаматтарды осылай оқытады. Демек, бұл жерде бұрынғы медресенің жүйесінде секілді емес, қазіргі кезде дипломдық арнайы ғылыми дәреже беріліп, кәдімгі демек табысталады. Мемлекеттік деңгейде кәдімгі колледж есебінде, одан кейінгі білімін жалғастыратын болса бакалавр, одан кейін магистратура, докторантура сынды кәдімгі ғылыми деңгейге дейін үйретіліп жатыр. Керемет. Енді осы төңіректе бізге сұрақ пайда болады. Қазіргі медреселер мен жоғары оқу орындары дедік қой. Енді осының Қазақстандағы жүйелері, Нұржан мырза, сізге қоятын болсақ, жалпы қазіргі медреселер мен жоғары оқу орындары даму бағытын қалай толықтырады? Бүгін яғни елімізде діни білім беру жүйесі қалай болады деген секілді. Ассалаумағалейкум. Өте орынды сұрақ қойып отырсыз. Қазіргі таңда медреселер мен жоғары оқу орындары бізде бірнеше этаптан тұрады деп жаңа айтып өттік. Ислам тану, дін тану және де теологиялық бағыттар. Соңғы осы 2020 жылдан бері бізде теологиялық деген бағыт пайда болған болатын. Ол яғни ислам тану ол бізде белгілі бір ислам дінінің ішіндегі ғылымдар зерттесе, ол классикалық фиқ және де ақида, тәпсір деген секілді ғылымдар зерттесе, ал дінтану барлық діндерге
бір нақты бір дінге акцент бермей әртүрлі діндерді зерттей отыра соған бір акцент береді. Ал теология осы екеуінің ортасында тұрған бір ғылым десек қате айтпаймыз. Өйткені теология дегеннің өзі Құдайды зерттеу, яғни бір ғылымды терең зерттеу деп аталады. Бір ғылымды терең мысалы ислам дінінің ішінде ислам діні немесе оның христиан діні әртүрлі діндердегі теологиялық, яғни құдайлық ілімді зерттейтін ғылымды осы теология деп Демек аталады. тео Құдай, сол ғылымды зерттейтін Құдайтану былайша айтқан кезде қазақша. Дәл солай теология ғылымы ашылған болатын. Бізде қазіргі таңда теология факультеті біздегі Нұр Мубарак университетінде оқытылуда, бакалавр деңгейде бізде Нұр Мубарак университетінде оқытылуда дәл осы деңгей. Жаңа сұраққа қайта келетін болсақ, қазіргі таңдағы медреселер мен жоғары оқу орындарындағы үйлесім, яғни даму бағыты өте жоғары десек те болады. Мысалға статистиканы келтіретін болсақ, 2013 жылы Нұр Мубарак университетінде жалпы алғанда 250-300-дей ғана студент оқыған болса, қазіргі таңда бірінші курсқа, яғни осы жылы бірінші курсқа түскен студенттердің шамасы 1000-нан жоғары болып табылады. Өте көп. Ол біздің Қазақстан жеріндегі теологиялық білім болсын, ол ислами білім болсын, яғни жастардың дінге қызығушылығы артты деген сөз. Яғни біздің жаңа кадрлар дайындауымыз керек алдағы уақытта. Сол себепті де бізде қазір діни бағыт бізде өте жоғары деңгейде дамуда. Енді осы орайда мен түсінгенім, сіз теологияны қозғап өттіңіз. Біз білетініміз енді осы уақытқа дейін дінтану дейміз. Діндердің даму тарихын құру негізі қай жылдары болды, оны қандай кітабы бар, қандай сенімі бар, оның қанша ұстанушылары бар, Қазақстанда ол қанша дін деген секілді былай зерттейді. Енді исламтану ол исламның ішінара хадис, фиғы бар, манағы көптеген риторика ғылымы бар, балағасы бар, соның баршасын зерттеп, исламның аясында соның діни былайша айтқан кезде исламтанушы маман дайындайды. Енді теологияның менде болып отырған сұрағы бұл жерде, теология демек, мысалы Европа елдерімен салыстыратын болсақ, Қазақстанда Европа еліндегі бір жоғары оқу орнына өзіміз тапсыратын болсақ, теология бағытына қызығып мысалы тапсыратын болсақ, онда демек біз ол жақта христиан бағытының теологиясын түсіп кетуіміз мүмкін ғой. Демек, қай өңірдің ұстанушылары сол бағытына акцент береді, соған байланысты теология оқытады. Демек, бірегей бүткіл әлемде былайша айтқан кезде теология деген бір бағыт емес. Яғни теологияның ол буддизм бағытын зерттейтін университет болуы мүмкін. Біздің өзіміздің мысал ретінде Нұр Мубарак жаңа айттық. Теология десек, демек ол ислами бағытын зерттейді. Дәл солай, бізде мысалы ислам біздегі Қазақстан Республикасында жалпы 70% немесе 70-75% бізде ислами мемлекетпіз. Яғни ислами мемлекетпіз дегенде бізде ислам ұстанушылары өте көп жоғары. Сол себепті де бізде қазіргі таңда пайдалы болып жатқан деструктивті діни ағымдарға қарсы жұмыс жасайтын орындар ол теологиялық бағытты бітірген студенттермен, яғни жұмыс жасайды деструктивті діни ағым мүшелеріне қарсы. Дәл сол сіз айтып жатқан мысалы басқа да мемлекеттерде, мысалы егерде ол мемлекеттерде христиан діні көп болатын болса, ол именно христиан дінінің ішін терең зерттеу арқылы оларға қарсы жұмыс жасайды. Соған басымдық беріледі. Дәл солай, дәл сол қандай мысалы дін ол жақта өзекті болса, дәл сол дінге қарсы дінге жұмыс жасалады. Әр мемлекетте әртүрлі зерттеу жасалып, ішінара халыққа түсіндірілу үшін арнайы сөйтіп құрылады дейсіз ғой теологиялар. Енді келесі сұрақты Жәнібек мырза өзіңізге қойсақ, бүгін елімізде діни білім беру жүйесі жалпы айтып өттік. Бүгінде елімізде діни білім беру жүйесі қандай деңгейлерден тұрады деп жаңа айттық қой. Медресе, колледж, университет және шетел бағдарламалары бар, яғни. Сол жағынан Қазақстан азаматы былайша айтқанда дінге қызыққан, осы саланы оқимын, білем дейтін қызығатын азаматтар болатын болса, оған қалай атсалысу керек, немесе қалай кірісіп кетуге болады, неден бастауға қажет, соны түсіндіріп өтсеңіз. Біздің елімізде жаңа айтқандай діни білім беру деңгейлері әртүрлі этаптардан тұрады. Соның ең біріншісін әрбір ауылдардағы мешіт қасында діни сауат ашу курстары жүргізіледі. Осы жерден бастап негізгі діни білім алудың этабы басталады десек болады. Бұл баспалдағы. Себебі жыл сайын жазғы уақыттарда біздің имамдарымыз айтып жүргендей, жасөспірім балаларға
діни сауат ашу курстары, яғни лагерлер жазғы уақыттарда ұйымдастырылады. Бұның өзі біздің қоғамдағы діни сауаттылықты арттыруға деген сұраныстың көптігінен туындап отырған жағдай. Себебі қоғамдағы отбасылардың діндар болсын, діндар емес болсын, жасөспірім балаларына діни осындай сауаттылықты бергісі келетін ата-аналар көп. Сол себепте мешіттерден олар басқа деструктивті діни ағым болсын, басқа бір интернеттен сұрағына жауап алмас үшін осындай курстарға бергісі келеді. Ол жерде біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бекіткен имам ұстаздар оларға тәрбие жөнінде Құран әліппесін үйрету барысында бұлармен жұмыс жасайды. Бұл негізгі бірінші баспалдақ десек те болады. Одан кейінгі екінші этап, жаңағы айтқандай, 9 сынып бітірген оқушыларға колледж деңгейіндегі медреселер бар. Біздің Қазақстанда соңғы жылдарды алып қоспаған кезде осы уақытқа дейін 9 колледж деңгейіндегі медресе жұмыс жасап келді. Өңіріміздегі әртүрлі қалаларда, мысалға айтатын болсақ, Шымкент қаласы, Алматы қаласы, Астана қаласы, Ақтөбе, Тараз қаласы сынды өңірлерде арнайы колледждің деңгейін алған медреселер бар. Бұл жерде кәдімгі мемлекеттік диплом беріледі бітірген адамға, исламтанушы, теология, дінтанушы деген сынды. Бұл осы дипломмен ары қарай, яғни колледж деңгейінде диплом колледж алынады. деңгейінде диплом алады да, одан кейінгі университетке кез келген мамандыққа осы дипломмен түсе алады. Тек қана дінтануды емес. Дінтануды ары қарай зерттеймін, исламтанушы болам деген кісілер болатын болса, мана айтқан Нұр-Марак университетіне түссе болады. Бұл колледж деңгейінен кейінгі әлбетте университеттер бар. Ол жаңағы айтып өткен Египет ислам университеті, бұл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасымен бірлесе отырып Египет ислам университеті деп аталды. Бұл жерде жаңа айтқан бакалавр, магистратура, докторантура, бұл деңгейде оқып бітірген азаматтар, оқушылар, студенттер, шәкірттер шетелге діни білім алуға жол ашылады. Бұл үшін ең бірінші Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан және дін істер комитетінен рұқсат алып, шетелдегі біздің дәстүрлі ханафи мазхабымызға сай келетін университеттерде білім алып, қайтадан елімізге келіп қызмет етуіне жол ашылады. Демек сол университет қабырғаларында өздері сабақ беріп ұстаздық қызметін жалғастыра алады ғой? Иә, әрине, мына шетелден білім алып келгеннен кейін, манағы айтқан магистратура, докторантура, ол жақтағы білім деңгейімен біздің жаңағы айтқан медресе, колледждерге немесе университеттерде діни танымдық сабақтар бере алады. Енді осы жерде бір сұрақ пайда болып жатыр. Қазіргі таңда бізде Қазақстан Республикасында бірнеше жоғары оқу орны бар, діни білім беретін, бакалавр деңгейінде немесе магистратура, докторантура деңгейінде бізде білім беретін бірнеше университеттер бар. Оларды атап өтсек, жаңа атап өткен бізде Египет ислам мәдениет университеті, Нұр-Мүбарак, және де Қазақ ұлттық университетінде бізде дінтану және исламтану бағыттарында, және Түркістан облысында Қожа Ахмет Яссауиде бізде теология, дінтану және исламтану бағыттарында оқытылады. Және де Астана қаласында Еуразия ұлттық университетінде қателеспесем исламтану, дінтану және де осылардың магистратура деңгейінде дін психологиясы деген жаңа факультеттер ашылып жатыр бізде. Ол яғни бізде қазіргі таңда дінге деген, ислам дініне деген бір жаңа бағыттар ашылып жатыр. Жаңадан деңгейлер ашылып жатыр, жаңа факультеттер ашылып жатыр. Өйткені елімізде дінге қызығушылық өте жастардың арасында кең дамып келе жатыр. Сол себепті де бізде әртүрлі осы атап өткен университеттерде магистратура, докторантура, яғни жоғары оқу орындарында бізде өте көптеген жастарымыз оқып жатыр десек қателеспейміз. Яғни жаңа айтып жатыр, шетелде діни білім алу деп. Жалпы шетелде діни білім алу мен Қазақстанда қазіргі таңда, мысалы, тәуелсіздік алған жылдары, мысалы, біз шетелге барып діни білім алу, ол кеңінен тараған болса, қазіргі таңда бізде өзіміздің жоғары оқу орындарымызда да өте көптеген профессорлар жұмыс жасайды, докторанттар жұмыс жасайды, PhD докторлар, осы секілді өте жоғары деңгейдегі ғалымдарымыз көп. Сол себепті бізде өзіміздің жерімізде де магистрлық немесе докторанттық білім алу бізде қазіргі таңда кеңінен қарастырылған десек қателеспейміз. Енді бұл жерде шетел мен Қазақстанды салыстырған кезде, қазіргі кезге қарайтын болсақ, шетелдің ұстаздары болсын, қандай да дәрежелерді қарайтын болсақ, демек Қазақстанымызда осындай докторантура дәрежесі беріліп жатыр деп айтып жатыр осындай салаларда. Демек бұл ұстаздардың арнайы мамандары болып, білімдері жетік,
қарапайым сабақ алып білім алуға ниетті азаматтардың баршасына білімі жетерлік, демек шетелге барудың қатты қажеттілігі қазір жоқ қой демек. Дәл солай, қазіргі таңда ешқандай мысалы шетел асып барып оқып келу бізде бір қатты потребность дейді ғой. Сұраныс. Бізде сұранысқа ие мамандар өте көп Қазақстан жерінде де. Сол ұстаздардан да білім алсақ, біз дәл сол шетелде білім алғандай болып келеміз. Ал егер де сіз практикалық жүзінде барып шетелге барып діни білімімізді жалғастырам десеңіз, мысалы магистрлық деңгейде немесе докторанттық деңгей осы аталған деңгейлерді барып оқып келсеңіз болады. Жалғастыруға болады. Бірақ та қазіргі таңдағы Қазақстан жерінде жоғары оқу орындарында олардан кем емес десек қателеспейміз. Өте керемет. Бұл енді діни білімнің Қазақстан өңір аймағында өте жоғары қарқынды дамып жатқанның белгісі ғой. Енді осы жүйеде бір сұрақ пайда болады. Жалпы ал осы жүйенің басты мақсаты не деп ойлайсыз? Діни маман даярлау ма, әлде қоғамға рухани сауаттылық беру ма? Осы сұраққа негізгі бұл сұрақ бір-бірін толықтыратын сұрақ деп айтса қателеспейміз. Өйткені діни білімді біз маман дайындау немесе қоғамға рухани сауаттылық беру дейтіміз. Мысалы біз ең бірінші мақсаты діни білімнің ең бірінші мақсаты бізде кадрлар дайындау. Яғни қазіргі таңда біз ислам тану мен дінтану теология деп атап отыр қой осы факультеттерді. Олар бізге имамдарды, теологтарды және дінтанушы осы секілді мамандар дайындап береді. Ал осы секілді мамандар, біздегі имамдар болсын, ол теологтар болсын, біздің өңіріміздегі әр өңірлерге барып, өздерінің түсіндірме жұмыстарын жүргізу арқылы халықтың бір деструктивті діни ағымға қарсы иммунитет қалыптастырады. Яғни оларға қарсы бір олардың мысалы айтатын болсақ, яғни қандай да бір теріс дінді қате түсінуден алдын алу мақсатында дәл солай түсіндірме жұмыстары өтіп, сол мамандар арнайы біздің университеттерімізден білім алып, түлек болып Қазақстан жеріне қызмет етіп жатқанда демек. Сол ғой. Бізде қазіргі таңда жаңағыдай рухани сауаттылықты арттырып жатқан осы діни мамандар. Яғни оны осы сұрақты біз бөліп қарауымызға болмайды. Өйткені олар бір-бірін әрдайым толықтырып тұратын сұрақ. Енді осы орайда Жәнібек мырза, сізге мынандай сұрақ. Қазіргі діни оқу орындарының білім сапасы дедік қой. Соны арттыру үшін негізгі қадамдар қажет деп айтамыз. Соны қалай ойлайсыз? Мадан бері айтып жатқан осы діни білім беруде бізде жаңа айттық қой, кадр дайындау ма, әлде білімнің сапасын бағдарламалық сапа ма, немесе кадр дайындау ма деген. Сол сияқты бұл жердегі жаңа айтқан кадр дайындау мәселесінде біздің енді сыни пікір деп айтсақ қалай болады? Жеке менің өз пікірім, бұрынғы осы соңғы жылдары біздің елімізде мешіттер өте көп салынды да. Сол мешіттердің қызметтегі имамдарды, сол мешіттерге ие болатын, уағыз жүргізетін, жұма өткізетін имамдардың жетіспеушілігінен мен ойлаймын, сол медреселерде, университеттерде жаңағыдай кадрларды көптеп шығарды. Енді ол жердегі медресе мен қазақта айтады ғой, медресеге қазақ баласының жаңағы ең жақсысы бермейді дейді, көшеде жүрген балалар беріледі деп, сондай бір тәрбиесін жөндеу мақсатында. Тәрбиесін жөндеу мақсатында. Сондай жігіттер может келген болып, сол жігіттер мысалға имам болып басқа мешіт медреселерге баратын болса, діни сапасы төмен құсап көрінеді. Осындай деңгейлерді көріп, еліміздегі барлық мешіттегі имамдардың сапасы төмен деген көзқарастарды алға тартып жүрген адамдар бар да. Сондай стереотип қалыптасты. Стереотип бар. Енді осыны алдын алу қалай деген кезде, қалай алдын аламыз? Имамдардың жалпы қоғаммен араласудағы сапасын арттыруымыз керек. Олардың біз тек қана діни біліммен шектеп қоймай, қоғамдағы азаматтармен араласу барысында шешендік өнер болсын, психологиялық тұрғыдан болсын, қазіргі соңғы заманауи шығып жатқан смартфон, барлығымыз телефондамыз ғой. Осының ішінде шығып жатқан соңғы программаларды үйрету болсын, жалпы қоғамдағы алдыңғы қатарда жүретін азаматтар даярлау негізгі мәселе деп ойлаймын. Себебі имам деген тек қана мешітте отырып, немесе бір садақаға барып, жаназаны өткізіп, адамның некесін қиып беріп қана отыратын адам емес. Яғни діни рәсіммен ғана шектелу қажет емес. Қоғамдағы өзекті мәселелердің барлығына араласатын сондай бір өзіндік орны бар адам болу керек те, имам деген. Демек,
қазіргі таңда біз білеміз, қазақ елі бұрыннан мұсылман деп келдік қой. Иә. Енді имам ұстаздарымызды қатты иман ишандар болды, көптеген ғұлама ғалымдар болды, өткен мықты әулиелер болды. Сол себепті қазақ өте діни қызмет, намаз оқыған адамды да тіпті үлкен деп бағалап, манағыдай қасиетті көретін. Мысалы, Иә, қандай да бір бала дінге қызықса, оған ата-анасы бекем бол, таңертең ана осы 5 уақыт намазын қаза қылып қойма, манағыдай деп өте сонда үлкен бізге статус береді қазақта жалпы. иә. Сол жағынан келетін болсақ, кейінгі замандарда енді білім шетел асу қиын болды. Өңірімізде, Қазақстанда да діни білім беру сапалары, арнайы кадрлар да болмады. Сол себепті діни рәсіммен ғана шектеліп, Құранға түсіп, одан кейін жаттап деген секілді негізгі базаны үйреніп, сонымен қызмет етті. Соның нәтижесінде кейбір нәрселер тыста қалып қоюы мүмкін. Демек, заман жүріп жатқан сайын ағын кетіп жатыр. Сол себепті қазіргі кезде өзекті мәселелерді де қамтып, соған дайын болу қажет дейсіз ғой. Иә, тек қана осы емес, жаңа айтқан жаңағы неке, садақа, жаназа болсын, басқа болсын, жалпы діни рәсімдердің өзін толық дұрыстап атқару үшін біздің имамдардың жаңа айтқандай қазақ өзінің ең жақсы баласын медресеге бермейді ғой. Осының өзін дұрыс орындамай жатқан сияқты түсініктердің пайда болуы. Осыған біз медреседе оқып жүрген кезімізде Саят деген ұстазымыз болды. Қазіргі таңдағы тренинг, жаңағыдай психологиялық бала тәрбиесі жайында елімізге танымал, біраз жерде сабақ береді университеттерде. Осындай Саят деген ұстазымыз медреседе мынандай бір жақсы ұсыныс тастағанда, біз 2-ші курс па 3-ші курс оқып жүрген кезде, осы медресені бітіріп шығып, қоғамның арасына қызметке кіріп бара жатқан шәкірттердің қолына арнайы бір брошюра дайындап берсек дейді. Оның ішінде манағыдай жаназа мәселесі, неке мәселесі, күнделікті адамның өмірінде пайда болатын кездесетін жағдайлардың барлығын бір ғылыми тұрғыда зерттеп емес, бір арнайы дайын күйінде де брошюра. Осындай дайындауға практикалық жүзеге асыратындай қысқаша. Егер мәселе тап болып қалған кезде ашып жіберіп, ішінен қарап, бірден сол істі четко қалай болу керек, солай орындайтындай дәрежедегі бір қысқаша бір кітапша болса деген, методичка сондай ұйымдастырса деген бір өзінің ойы болатын. Соны бұйырса алдағы уақытта жасаймын деп ниеттеніп жүрген болатын да. Осы ұсыныс бізге ұнады ол кезде. Осы сияқты біздегі кәдімгі имамдар болсын, ұстаздар болсын, өзіне керекті күнделікті кездесетін жағдайларға брошюралар дайындап қоятын болса, ол нұр үстіне нұр болады деп есептеймін. Керемет, иә. Қандай да бір мешітке келетін жамағат болсын, дінге қызығып ана сұрақтарымен келеді. Мысалы, мешітке келе бермейді, мысалы, діни рәсім сұрайды, неке қияды, сол барысында көптеген ақпараттар беріліп, жете түсінсе дейсіз ғой. Біз қазір қиын сияқты да бір мәселе, бір сұрақ пайда болатын болса, оны манағыдай мешітке барып сұрау қарапайым халыққа бір қиын сияқты ауыр көрінеді. Иә, бір діни мәселе пайда болатын болса, бір үлкен бір ұстазды іздеу керек, немесе Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының пәтуа бөліміне хабарласу керек деген сияқты бір қиын көреді. Одан кейін не істейді? Телефонға алады да интернетке жазып, бірінші келген ақпаратты ол жауап ретінде қабылдай береді. Манағы дінді дұрыс түсінбеушілік, қоғамның арасындағы пікірталастың көбеюі осыдан пайда болады. Демек, бұл бір жағынан жауапкершілікті де сезінбеу ғой. Діннің атынан сөйлеу, бұл Құдайдың атынан сөйлеу, ол әрбір адамға бұйыра бермейді. Сол себепті осы интернет арқылы сұрақтардың жауаптарын іздейді деп айтып жатыр ғой. Осы деструктивті діни ағымға кіріп кету себептерінің бірі осы интернет арқылы оларды шақыру. Яғни бізде қазіргі таңда ең жоғарғы, яғни жаңа айтып отыр, мешітке барып сұрауға ерінеді, немесе мешіт жақын емес болуы мүмкін оған, немесе баруға жаңағыдай ерінеді деген секілді себептер бар. Сол себепті ол ең оңайы ол интернетке кіреді, интернет арқылы өзінің сұрақтарын, яғни діни сұрақтарын сол интернетке жазады. Сол себепті ол жерде әртүрлі сайттар бар, ол жерде қайсысы рұқсат етілген, қайсысы рұқсат етілмеген, сол сайттардың барлығы шығып тұрады. Ал олардың көбінесе олардың сайттары бірінші шығып тұрады да, оларға олардың сұрақтарын жауап алу арқылы олар бір рет сұрақ қояды, немесе 2 рет, 3 рет ары қарай осы жалғаса отыра, ол деструктивті діни ағым мүшелерінің өздерінің секталарына, яғни сондай бір ағымдарына еніп кету қаупі интернет арқылы жоғары болады. Қазір енді ChatGPT ғой, жұрттың бәрі пайдаланатында. Жап-жаңа біз осы жұма күні семинардан шықтық. Сол жерде ChatGPT-дің қасиеттерін, қабілеттерін айтып жатыр ғой. Сол жерде айтады, ChatGPT-ге бір адам сұрақ қоятын болса, әркімнің жеке телефоны бар, онымен байланыс ең бірінші құрған кезде адамды тануға тырысады да ChatGPT. Адам зерттейді. Иә, сен бірінші бір-екі сұрақ қойғаннан кейін сенің қандай адам екеніңді примерно түсініп алады. Сосын сенің сұрақтарыңа
сенің икеміңе келетін жауаптарды береді да. Енді осы орайда жаңа бір жігіт айтты, чат GPT-ге мысалға деструктивті діни ағымды немесе экстремизм, терроризмді қолдайтын бір адам өзінің телефондағы чат GPT-ге сұрақ қоятын болса, оған сол деңгейдегі ыңғайлы жауапты береді дейді да. Оған дұрыс жауапты бермейді. Ол наоборот сол экстремизм, терроризм, деструктивті діни ағымның ішіне кіріп кетуге жағдай жасап береді да. Бұл дегеніміз енді адамдарды қазір барлығымыз сол чат GPT-дің ішінде отырмыз ғой. TikTok, Instagram, любой бір сұрақ пайда болса, сол сияқты бұның алдын алу үшін манағыдай бізде методичкалар бір ыңғайлы адамдарға бір ыңғайлы сұрақтың жауабын тез алатын, дұрыс жауапты тез алатын бір жағдай жасау керек. Демек бұл өткен заман болатын болса енді сондай қателіктерге бой алдырып немесе сондай мәселелерді қозғалып дер кезінде болмағандықтан қазір таңда мысалы брошюра таратса да оны қарағысы келмейді, кейде алмайды оны. Бәлкім қазір чат GPT деп айтып жатыр ғой, жасанды интеллект арқылы кез келген нәрсені бұл қоғамнан немесе бір ұстаздан, бір жақыныңнан сұрауға ұялу мүмкінсің да. Интернеттен жазсаң ешкім көрмейді, өзіңіз жауабыңды алдың, болды, қалды деген секілді. Ол ресми ма, бейресми ақпарат па, оны ар жағында жауап беріп отқан кім, оның аты жөні де жоқ, осындай мәселелерге жолығады да. Нәтижесінде менің ойлап отырғаным енді платформаға бұның баршасы. Осындай платформаға демек, осындай платформаны дайындау керек демек. Ханафи бағыты бойынша сенім түрін, Матруди сенім мектебі бойынша тарихына қызықса тарихын оқып, бүткілін бір платформаға енгізіп, баршасына қолжетімді қылып қою керек демек. Осы секілді айтып жатсыз ғой, чат GPT деп. Жалпы чат GPT-де мысалы діни сұрақ қойған кезде оған жауап бермеу деген бір функцияны да енгізу керек сияқты да. Өйткені діни сұрақтар ол жерде дәл солай, ол жерде шектеу болу керек. Өйткені ол жерде бір пәтуа сұрап жатыр. Жаңа сіз айттыңыз, мысалы біреуге жаңа досы имам болса, мысалы біреу имам болса, одан сұрауға ұялады. Одан барып сұрауға немесе ерінет бар. Сол себепті жаңағыдай интернетке чат GPT арқылы жазады. Оның дұрыс немесе дұрыс емес секілді қай мазхабтан ол пәтуа беріп жатыр, ол бір кітапқа негізделе ме дейсіз ғой. Кітапқа негізделе ме, кітапқа негізделмей ме, қандай кітапқа негізделіп отыр? Кітапқа негізделсе, ол біздің Абу Ханифа мазхабында бар ма? Немесе ол басқа бір мазхабтарда бар ма, оның ешқайсысы ол жерде жазылмайды, ешқандай дерек көздер көрсетілмейді. Сол себепті ол бір чат GPT платформасына діни сұрақ қойылған кезде бір шектеулер қою керек секілді, жаңағыдай бір фатуа деңгейіндегі сұрақтарға, яғни бірдеңе болады ма, болмай ма деген сияқты. Яғни адам өміріне, тұрмысына байланысты өте қажетті мәселелерге байланысты сұрақтар болады. Бұған арнайы пәтуа беретін органдарымыз бар, мына Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы. Соған сондай арнайы сұрақтарға жауап беретін мамандардың жауаптарына сәйкес ол жерде келіңкіремейді. Сол себепті біз арнайы бір діни сенімге қатысты сұрақтар болса, оған тыйым керек деп ойлайсыз ғой, яғни шектеу керек. Дәл солай шектеу керек бізге, өйткені ол чат GPT ол интернеттегі барлық ақпараттарды яғни бірсыпыра жинап, соған сай жауап береді. Бір жинайды да, ол өзінің қандай сұрақ қойып отыр, соған сай ол жауап береді. Жаңағыдай мысалы, ол бір деструктивті діни ағым мүшесі жазса, оған сондай секілді жауап береді. Абу Ханифа жазса, оған мысалы ешқандай дінді білмейтін адам жазса, оған қандай дерек көздерден жауап шығарып береді, оны біз білмейміз. Яғни бір сұрақты біз үшеуміз осы жерде жазатын болсақ, үшеумізге үш түрлі жауап келу әбден мүмкін ғой демек. Демек бұл жердегі мәселе ар жағында анық-қанығы белгісіз адамға байланысты жауап келетін болса, онда бұл жерде бір күмән тудырарлық мәселе ғой. Енді Нұржан мырза, сізге сұрақ қоятын болсақ, мысалы медреселерде дәстүрлі оқу жүйесі бар ғой, және қазіргі жоғары білім беру стандарттары бар. Солардың арасында қандай үйлесім бар немесе керек? Өзіңіздің ойыңыз осы турасында қалай? Қазіргі таңда медреселер мен жоғары оқу орындар арасында бір үйлесім бар, бірақ та ол әлі толық емес десек қателеспейміз. Үйлесетін тұстары ол дәстүрлі исламды үйрету. Мысалы жоғары оқу орнында да, діни білім беретін жоғары оқу орнында да, және де медреселерде де бізде классикалық еңбектерді, яғни ақида, фиқ деген секілді негіздерін үйретеді. Ал мысалы колледж деңгейлерінде осы жақын араға дейін бізде осы өзіміздің дін психологиясы немесе социология, әлеуметтану немесе әлеуметтану, яғни зайырлық білімдері ғой. Дәл солай, зайырлық білімдерді беру көпке дейін болмай келді. Яғни жаңа Жәнібек мырза айтып отыр, колледж деңгейін алғаннан кейін бастап ол мемлекеттік
деңгейден басқарылатын болғасын, ол зайырлық пәндерді қоса бастады. Ол жаңа айтып отқан әлеуметтану, психология, мәдениеттану деген секілді пәндерді қоса бастады. Ал осыған дейін бір ортада бір үйлесім жоқ секілді болып көрінді. Яғни медресе деңгейінде бізде классикалық еңбектерді ғана үйретеді деп ойлап жүрді. Ал жоғары оқу орнында бізде ол мемлекеттік стандартқа сәйкес, яғни мемлекеттік стандартқа сәйкес және мемлекеттік деңгейден бір дәреже берілетін болғандықтан, яғни бакалавр немесе магистратура деген секілді бір дәреже берілетін болғандықтан, ол жерде бұл пәндер бір міндетті пәндердің бірі болды. Демек, қандай да бір университетке түсетін болсақ, оның арнайы міндетті пәндері бар, өзінің мамандығына сәйкес шығармашылық пәндері бар деген секілді. Демек, университеттер қабырғаларына қарайтын болсақ, онда бұл барша, мысалы, айтып өткен, мысалы, Қазақ ұлттық университеті дедік, Нұр-Мараг университеті дедік, Евразия ұлттық университеті дедік, және Түркістандағы университет дедік. Бұның баршасы зайырлы білімдермен қосылып, басқа да тілдерді үйретіп, соның ішінен исламды тереңдетіп, түсіндіріп, яғни жан-жақты стандартқа сәйкес даярлайтын болды. Енді осыған байланысты шетел мәселесі шығады ғой. Мысалы, көп айтамыз, жастар дінге қызық бастайды, шетелге әуестенеді. Мысалы, шетелде, мысалы, Инстаграм көрсем, рилстарды көреміз, шейхтары шығады, орамалмен шығады, немесе өздерінің ұлттық киімдерімен шығады. Сол себепті осы ұстаз, осы мықты маман секілді көрінеді. Мысалы, сол кісі айтып жатса өтімдірек деген секілді көрінеді. Немесе қандай да бір қазақ жалпы адамдарда дінді арабтан үйрену керек деген стереотип қалыптасуы да мүмкін ғой. Осы орайда шетелде діни білім алатын жастар жиі сөз болады да, соған байланысты мәселелер болады. Бұл үрдістің жалпы оң теріс жақтарын қалай түсіндіресіз? Қалай бағалайсыз немесе? Жалпы бұл мәселеге бар ғой, бір ұшты жақты немесе бір жақты қарауға болмайды да. Көбінесе соңғы жылдары жаңа сіз айтқан стереотип қайдан пайда болды? Шетелге шықса болды, адамдар адасады, немесе деструктив діни ағымға кіріп кетеді деген сынды түсінік бар. Шетелге кетті ме? Қорқады. Біздің елімізде оқу керек. Бұдан басқа шетелде біз мойындамау керек сияқты түсіндіріп жатыр да қазіргі кезде. Бірақ негізгі пайда беретін тұстар да бар. Жаңа айтқандай, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан бірінші медреседен фундаментін алып, жаңа университеттен оқып, одан кейінгі шетелдегі ғалымдардың алдына барып, білім деңгейін жоғары көтеріп келгісі келетін азаматтарға негізі жағдай жасау керек. Оның себебі, жаңа қазақта айтады ғой, ауылдан шықпағанның ақылы ауласынан аспайды деген жақсы сөз бар ғой. Шетелді көрудің өзі, елімізден басқа шетелге шығудың өзі адамның ой өрісін кәдімгідей деңгейін көтеріп тастайды. Ол діни білім алсын, ол дүниеви білім алсын, қандай тіпті саяхаттап шыққан азаматтардың, бизнеске, кәсіпке жақын адамдардың ең көп айтатын сөзі, сен өмірде саяхат жасамасаң, бұл өмір сүрмегенсің дейді. Яғни басқа да елдермен салыстырып, жалпы әлемде қандай адамдар бар, олардың мәдениеті қандай. Біз тек қана өз ауылымыздағы, өз еліміздегі мәдениетпен ғана шектелуге болмайды да. Бұл дін мәселесінде тем более солай да. Сыртқа шығып, ол жақтағы исламды түсінік қалай, ол жақтағы дінтану қалай үйретіледі, ол жақта теология қалай, әңгімеміздің ұстаздардың методы басқаша үйретуде. Әңгімеміздің барысында айтылды ғой, теология басқа жақта ислам діні емес, христиан дінін ұстанатын болса, сол жердегі мемлекет теологияны сол дінге қарай бейімдеп үйретеді деп. Сол сияқты басқа мемлекеттердің де тәжірибесімен алмасып, ол жақтан білім алып келетін болса, бұның бізге берер қосымша плюстер өте көп та негізі. Ал енді жаңағындай деструктив діни ағымға кіріп кету қаупі әрине жоқ емес. Жаңа айтқандай, біздің еліміздегі ең бірінші ұстаздардан, медреселерден, сауат ашу курстарынан жоқ дегенде Құран ілімін, араб тілін белгілі бір деңгейде үйреніп барып сыртқа шықпайтын болса, ол сыртқа шыққанда тәуекелі сәйкесінше көп болады да. Демек, кімге жолығады, соның дінін үйренеді. Басқа мемлекеттер, біздің мемлекетімізде мысалға Ханафи мазхабын біздің қазақы салт дәстүрімізге, әдет ғұрыптарымызға сай келеді. Біздің ата бабамыздың ұстанып кеткен Орта Азиядағы жалпы Ханафи мазхабы үйретіледі ғой. Басқа мемлекеттер болуы мүмкін, Шафиғи мазхабымен оқиды, Ханбали мазхабымен ұстануы мүмкін, Малики мазхабымен ұстануы, тіпті мазхаб ұстанбауы мүмкін. Осы мемлекеттерге барып діни білім алам дейтін болатын болса, ол біздің мемлекетке келгеннен кейін елімізге оралғасын. Еліміздегі саясатпен, діни саясатпен, тіпті діндар, екі діндардың арасында түсініспеушілік пайда болуы мүмкін да. Біздің еліміздегі ұстанып жатқан қарапайым өмірдегі болатын мәселелерге басқаша көзқараспен қарауы мүмкін.
деген сияқты мәселелер бар да. Демек бұл жерде қандай да бір шетелге білім алып немесе ары қарай да дамытып манадай дәрежемізді көтеру үшін баратын болсақ, демек бізге міндетті түрде база керек. Өзіміздің отандық ғалымдарымыздан, ұстаздарымыздан діннің негіздерін қалап, медресе немесе манадай университеттің қабырғасында оқып, оң солымызды былайша айтқан кезде танып, ақ қараны ажыратып, кейін барып ары қарай жалғастырып, дәрежемізді көтеріп, жан-жақты ұстаздардан алсақ болады ғой. Қазіргі біздің еліміздің діни саясатының өзі мынау осыған жағдай жасалып тұр да. Негізі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан арнайы рұқсатнамамен шықпайтын болса, сырттан өз бетінше мектеп бітіріп, шетелге діни білім алып келетін болса, оны біздің Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мойындамауы мүмкін. Оны діни білім, діни салаға қызмет етуге рұқсат бермеуі мүмкін. Демек күмәнмен қарайды ғой. Ол күмәнмен, ол деңгейі қандай, ол азамат жайлы білмейді, ол кімнің алдында шынымен оқыды ма деген секілді. Шынымен діни білімді алды ма, дұрыс білімді алды ма, ол деңгейін білу үшін бұл саясатты мен өз басым қолдаймын. Себебі қазіргі таңда бұл өзекті мәселе да. Өз елінің халық жағдайын білмеген, діни саясатын былайша айтқан кезде дінін де кішкентай кезінен сусындап манада үйреніп ұстаздарынан діни сауатын ашпаған адам бірден дінге, шетелге барып ұрыну қаупі өте жоғары. Дұрыс айтасыз. Демек енді осы жерде шетел мәселесі қозғап өттік қой, Нұржан мырза. Сізге сұрақ қойсам, мысалы, шетелді айтып жатырық, университет қабырғаларында бар, академиялық ұтқырлық деген бағдарламалар бар ғой. Шетелге діни білімін арттыру үшін тапсырып жатады, және университеттер арасында халықаралық манағыдай меморандумдар қарастырылған ба? Осы жағы қалай? Сол жағын түсіндіріп өтсеңіз. Жаңағы неге бізде қазақта шетел асып кеткен адам бір адасушылыққа алып келеді деген стереотип неге қалыптасты десек, ол бізде 90-шы жылдар жаңа айтып өттік қой, бізде діни мамандар, кадрлар жоқ болды. Сол діни мамандар, кадрлардың жоқ болу арқылы біз шетелге білім алуға асықты халық. Және де жаңа айтып отқан бізде базовый, фундаменталды бізде діни білім жоқ болды. Сол себепті де бізде ол жаққа кеткендер білмеді ненің дұрыс немесе ненің бұрыс екенін. Ол жаққа кеткендер кейбіреулері дұрыс бағытқа ілініп кетті, кейбіреулері бізге қарама қарсы деструктивті діни ағым мүшелеріне дәстүрлі емес ислам бағытына, дәстүрлі емес ислам бағытына еріп кетті де, ол Қазақстанға келіп жаңағыдай бір өздерінің фатуаларын айта бастады, дәстүрге қарсы шыға бастады. Осы секілді бізде өте үлкен бір мәселелер пайда бола бастады. Сол себепті бізде қазақта стереотип қалыптасып қалған, шетел астама ол бір дұрыс емес оқу орнында оқып жатыр деген сияқты. Оның бір жағынан өзіміздің де қате болды. Ол жерде біз таңдамай яғни кете берді сол кездегі жастар. Қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екендігін жете зерттемей бара берді яғни. Дәл сол, ешқандай зерттемей барып оқып, сол жерде білім алып, не оқыды, соны алып келіп қазақ жеріне оны сіңдіргісі келді. Бірақ оны қазақтың дәстүрі, ырымдары, нанымдары оны қабылдамады. Өйткені бізде қаншама ғасырлық дәстүрлер жатыр, ырымдар жатыр, нанымдар жатыр. Сол себепті де бізде негізгі қателік сол шетелге асқан кезде бір нақты бір қайсының дұрыс немесе бұрыс екендігін, базаның болмауы яғни. Сол себеп базаның болмауы және де ара жігін ажырата алмауы. Жаңа сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, бізде қазіргі таңда шетел университеттермен немесе бір институттармен меморандум қарастырылған. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бізде Түркия мемлекетінде Қасики институтымен бізде меморандум қалыптастырған. Яғни өздері жыл сайынғы емтихандарын алып, ол жерде бағалаулар жүргізу арқылы өздерінің институтына бір шектеулі оқушыларды, студенттерді алып кетеді. Яғни ол медресе бітірген болу керек, немесе университет бітірген болу, базалық білімі болу шарт. Яғни сол өзіміздің елімізде алған базалық білім дәрежесін тексеріп, экзаменін алып, соған сай Қазақстан еліне келеді. Сол өкілдері келіп, манағыдай экзамен емтихандарынан өткендеріне сәйкес оларға ар жақтан оқуларын тереңдетіп алуға мүмкіншілік береді ғой. Дәл солай. Мысалы, жаңа айтып отқан Қасики институтында бір жыл сайын бір рет өзі емтихан болады. Ол емтиханға қатысу арқылы сіз базалық біліміңіз тексереді. Сіздің ол базалық деңгейіңіз оларға сәйкес келетін болса, сізді жаңағыдай өздерінің гранттарымен, өздерінің жаңағыдай жатақханаларымен қамтамасыз етіп, сізге 3 жылдық білім береді.
Және де әртүрлі университеттерде өзінің академиялық оқу деп айтып отырсыз ғой сіздер жаңа. Жарты жылға, бір семестрға, яғни оқуға барып келеді. Оны ондай бізде меморандумдар барлық университеттерде қарастырылған, және де оған өзінің мысалы егер де сіз ол жерде де мысалы Түркияға баратын болсаңыз, сіз белгілі бір деңгейде сіздің түркшеңіз тексереді, яғни өзінің белгілі бір тіл білу маңызды болып саналады. Ал немесе кейбіреулерде ағылшын тілін, кейбіреулерден түркше, арабша секілді тіл білімдерін тексеру арқылы оны ары қарай бір семестрлік ауысым, яғни ауысым оқу арқылы тәжірибе алмасу жүзеге асып отырады. Түсінікті. Бұл өте керемет мүмкіндік берілген. Мен бір жаңалықтардан көргенімде осы Малайзия елінде осы өңірімізде Қазақстанда діни білім алатын азаматтарды алмастыру бойынша көптеген бағдарламалар жүрген. Оған яғни қателеспесем ағылшынша білетін азаматтармен арнайы конкурс ұйымдастырып, содан өткендерді сол жаққа ары қарай оқытып білімдерін алған болатын. Енді өзіңіз Түркия деп айтып өттіңіз. Түркия мемлекетінде де арнайы бүткіл басқа да университеттерде де бізге арнайы грант бөлінген. Мемлекет оған анадай оң көзқараста, демек қандай да білім алатын болса, оған арнайы ресми түрде хат жолданып, конкурстар ұйымдастырылып, оған өткен лайықты азаматтарды демек жібереді ғой. Дәл солай. Бізде өзіміздің мысалы оқыған Нұр-Мараг университетінде екінші және үшінші курстар аралығында бізде ауысым оқу, яғни бір семестрлік оқу Түркия мемлекетінде оқып келген. Өзіміздің группаластарымыздың арасында Түркия мемлекетінде бір семестрге оқып келген азаматтар болды. Яғни практикада бар дейсіз ғой. Практикада бар, бұл қолданыста бар қазіргі таңда. Яғни ол өзінің бір белгілі бір деңгейде түрік тілін тексерді, және одан кейін гранттарын бөліп, сол жақта бір семестр оқып келді. Білімін жетілдіріп оқыды дейсіз ғой. Енді Жәнібек мырза, осы турасында сізге бір сұрақ. Жалпы діни білім жүйесі бар ғой, мана айтып жатырық. Өз дербестігін сақтап қалу үшін қандай мысалы ғылыми теологиялық бағыт ұстану қажет енді? Қандай тиіс? Мысалы дәстүрлі деп айтып жатамыз, дәстүрлісі бар, дәстүрлі емес деп айтып жатамыз. Осы орайда дәстүрлі ханафи матруди деп қазақ елінде былайша айтқанда тарихтан мысалы дін мен дәстүріміз біте қайнасқан заманда дәстүрлі бағыт біз үшін әлем мойындаған мазхабтардың бірі, ең үлкен ханафи мен матруди сенім мектебін айтамыз. Сол жағын түсіндіріп өтсеңіз. Иә, біздің елімізде ең біріншіден исламдын ұстанам дейтін азаматтар болатын болса, оларға біздің мемлекетіміз қарапайым тілмен айтатын болсақ, матруди ақидасы мен ханафи мазхабын ұсташ дейді. Осымен жүретін болсаң, сенде ешқандай мәселе пайда болмайды. Дінде де жалпы осы төрт мазхаб ахли суннаның ішіне кіреді деп айтамыз ғой. Солардың ішінде ең жоғарғысы Абу Ханифа мазхабы. Енді өкінішке орай осының өзін түсінбей, қазір қоғамда азаматтар кездеседі. Мен мазхабқа мұқтаж емеспін, пайғамбарымыздың хадисімен, аспаннан Құдайдан түскен Құранмен ғана шектелем, бұдан басқаға мен мұқтаж емеспін деген түсініктегі азаматтар да кездеседі. Яғни ортасында түсіндірмеге мұқтаж емеспін, өздігімізше Құран түсті, өзіміз оқып түсіне береміз. Негізінде қалай түсті, мен сол жерден сол мәтіннен оқып, соны ұстану керек дейтін азаматтар бар да. Енді осы жерде матруди ақидасы мен ханафи мазхабының тағы да бір артықшылығын айтып кететін болсақ, түсінетін адамға қарапайым тілмен ғылыми дәлелдеп, оны дәлелдейтін бізге осы уақытқа дейінгі ғалымдарымыз дәлелдеп тастаған ғой. Енді қарапайым өзімізге түсінік тілмен айтатын болсақ, жақында бір әріптесім айтты, осы ChatGPT, манағы айтқан ChatGPT-ге егер де мен ханафи мазхабын ұстанып жүріп, басқа мазхабтан пәтуа алсам бола ма деп сұрағанда, сол жерде ChatGPT-дің жауабы, сен егер ханафи мазхабын ұстанып жүретін болсаң, басқа мазхабқа мұқтаж емессің деген жауапты алған. Бұл өзі ChatGPT-дің өзі қарапайым бізге түсінік тілде айтып тұрды. Наоборот, басқа мазхабтар кей кездерде ханафи мазхабының пәтуасына мұқтаж болады. Мысалға айтатын болса, қажылық саласында Меккеге қажылыққа барып тауафын жасап жатқан кезде, мысалға басқа мазхабтарда әйел мен ер адамның денесі бір-біріне тиетін болса, екеуінде дәреті бұзылады. Ханафи мазхабында ер адам мен әйел адамның денесі бір-біріне тиетін болса, ол жерде шахват оянбайтын болса, ондай басқа ниет болмайтын болса, дәрет бұзылмайды. Демек, қажылыққа барған кезде бүкіл мазхабтар автоматты түрде ханафи мазхабына өтеді. Демек, ханафи мазхабының берген пәтуасына сай амал етеді басшысы. Себебі ол жерде мүмкін емес. Ер мен әйелдің
сен байқамастан ол жерге тиіп кетесің. Ана Меккеде көріп Иә, жатырмыз адам ғой. өте көп, Өте көп ана одан тауафтың айналасында сақтану мүмкін емес. айналып жүрген адамдар, әйелі болсын, ері болсын, ол жерде айналып жатады. Иә. Тек намаздың уақытында ғана ер мен әйелді бөлгені болмаса, басқа уақыттарда оларды бөліп жару мүмкін емес. Иә. Сол себептен басқа мазхабтағылар автоматты түрде Ханафи мазхабына жүгінеді. Демек, бұл жерде біз түсінгеніміз бойынша Ханафи мазхабы көптеген заман тудырған сұрақтардың баршасына жауап беріп кеткен. Жауап беріп кеткен, иә. Тіпті кейбір ғалымдардан естігенім бар, бір оқыдым ба, Шафиғи мазхабынан өте ғалым болған бір әйгілі, сол өзінің шәкірті, мен қазы болам, жаңағындай сот жүйесіне, жаңағындай діни фиқи жағынан, иә, сол жағынан қазы болам деп жаңағындай лауазымын айтқан кезде, ары қарай қалай жасайын деген кезде, ол ұстазы оған сен ханафилікті қарау керексің деген секілді өзінің бағытын берген екен. Сонда ол жерден сұрайды ғой, неге олай айтып жатыр? Демек, өйтіп қарайтын болсақ, қысқаша айтқан кезде мана көптеген сұрақтар болады екен. Көптеген тұрмыста мәселелер бар, көптеген мемлекетаралық мәселелер бар, неше түрлі кәдімгі адамның жеке өзіне қатысты да мәселелер көп. Тіпті жаңа қаржылық деп айтып жатсыз. Соған байланысты Ханафи мазхабы едәуір көптеген еңбектерде осы сұрақтарына жауап беріп кеткен ғой демек. Демек, бұл жерде біз өзге мазхабтан пәтуаларын алып, тіпті мазхаб ұстанбаудың өзі бір қиын мәселе болды. Біздің еліміздегі жаңа осы орайда азаматтарға бір кеңес дейміз ба, бір ұсыныс дейміз ба, айтып кеткім келетіні, біздің мемлекетіміздің беріп тұрған мүмкіншілігін дұрыс пайдалануымыз керек қой. Дін жағынан біз өзімізді діндар адам есебінде қоғамда өзіміз ұстағымыз келетін болса, рұқсат беріп тұрған Ханафи мазхабы мен Матруди ақидасын ғана зерттеп білетін болсаң, сол сенің осы екі өміріңе де жеткілікті да негізі. Бұдан басқа нәрсені іздеп, бұл дұрыс емес, бұған мұқтаж емеспін деудің өзі, негізі ол өзі айтып тұрған сөзін өзі түсініп тұрған жоқ. Мұқтаж емеспін деген сөзі бұл дұрыс емес. Себебі сен Ханафи мазхабына бәрібір де мұқтаж боласың. Себебі сенің адамдар түсінбейсің да, мен пайғамбарымыздың өмірінде негізі мәтіні қалай шықты, содан алам дейді. Сен пайғамбарымыз заманында өмір сүріп жатқан жоқсың ғой. Одан тікелей алатындай да. Ол именно Абу Ханифа мазхабынан жеткізген ғалымдардың сөзін алмаймын дейді. Сонда кімдікін алады? Пайғамбарымыздың өмір баяны ең жақыны осы кісі. Ең үлкені Ханафи бағыты. Табиғиндер заманына кіріп тұр да, пайғамбардың қасында жүрген, дінді бізге жеткізген сахабаларды көрген кісіден алмағанда, сен басқа кімнен аласың? Демек, арада үзік тізбек көбейген сайын күмән көбейеді. Демек, біз бұл жерде қандай да хадис пен Құранды оқитын болсақ, өз мәтінін біріншіден біз арабша білмейміз, одан кейін ол жердегі мақсатты кімге айтылып жатқан, арнайы кісіге берілген пәтуасы ма, немесе жалпылама айтылған ба, немесе оның үкімі жойылып кеткен пәтуа ма, оны да ажыратпаймыз. Сол себепті бұған діни білімі жетпегендіктен біз өйтіп бас ұрғанымыз қате болады. Діни тұрғыдан, шариғат тұрғысынан. Сол жаңағы айтып кеткен азаматтарға біздің ұсынатын кеңесіміз осындай да. Сен бір мазхабты ұстанып жүріп, сол мазхабтың ішінде егжей тегжейлі білетін болсаң, сол сенің екі өміріңе жеткілікті негізінде. Енді құрметті Нұржан мырза, сізге сұрақ қоятын болсақ, діни білім беру деп жатырмық қой. Енді діни білім беру мен зайырлы білім беру жүйесі бар ғой, мана айтқанымыз. Соның арасында байланыс енді қалай болуы керек? Жаңа айтып жатырық, біз көпке дейін бізде зайырлы мен діни деп ажыратып келдік. Мысалы, ол зайырлы білімдерді біз алмаймыз деген секілді. Қазақстанда жаңа кейбір студенттердің қазақ жерінде оқымауының себебі де жоғары оқу орындарында осы бізде зайырлы оқу орындарын жаңағыдай мәдениеттану, әлеуметтану деген секілді, бір психология деген секілді философиялық бір бағыттарды оқытатын болғандықтан, біз оларды оқуға міндетті емеспіз, біз тек шариғи білімді алуымыз керек деген секілді бірбеткейлікпен басқа мемлекетке барып біз білім аламыз деп кетіп жатқан жастарда көп болды. Ал біздегі қазіргі таңдағы біздің қазіргі қоғамымыз осының барлығын қажет етеді. Яғни сен діни білімді алсаң, сен әлеуметтану да саған мұқтаж, психология да саған мұқтаж. Яғни сен адаммен тығыз жұмыс жасайтын болғандықтан, сен психологияны білуің керексің. Сен барлық адам, мысалы имамдар, теологтар болатын болса, барлығымен адамдармен жұмыс жасайтын болғандықтан, ол әлеуметпен жұмыс жасайтын болғансын, жаңағы өзі айтып отыр, әлеуметтану ғылымына біз мұқтажбыз. Оның барлығын біліп алу, немесе оны сіңіріп алу міндетті емес, бірақ сонда да бір базовый білімдерді алу, ол әр адамға міндетті деп ойлаймын. Өйткені ол жаңа түсіндіріп отырық, біз адамдармен жұмыс жасаймыз, сол себепті біз оны білуіміз міндетті, керек. Ал қазіргі таңда бізде дәл осы зайырлы және діни
білім беру жүйесі қалыптасқан. Мысалы базовый білімдердің ішінде жаңа зайырлы мемлекеттік жүйелер қалыптасқан. Енді осы орайда сіз ажыратып түсіндіріп өттіңіз. Демек біз қандай да бір діни білім алғымыз келсе, тек қана Құран мен хадисті ғана оқып, жаңа ғалымдар түсіндірген кітаптарын оқып, классикалық еңбектермен жүріп қана қоймай, қазіргі екінші тараптан бізге қоғаммен осы алған білімімізбен енді біз қалай бөлсеміз деген мәселе келеді ғой. Жарайды, білімді алдық, оқыдық, дұрыс алдық делік. Енді бұны біз қоғамға қалай шақырамыз, немесе қалай жаямыз, дұрыс қалай жеткіземіз деген, былайша айтқанда қоғаммен қарым-қатынас мәселесіне келген кезде біз әлеуметтану білу керекпіз. Оның жас ерекшеліктері қандай азаматтар. Демек біздің аудиториямызда жастар көп болатын болса, соған сай оларға өтетіндей манағыдай арнайы сұраныстарына қажетті нәрселерді біз бере алуымыз керек та. Сол мәселеге демек біз зайырлы білімге де мұқтажбыз. Демек тіпті діни қызметкерлерді алатын болсақ, күнделікті әртүрлі проблемалармен, неше түрлі мәселелермен ұстаздарымызға, имамдарымызға, діни қызметкерлері, теологтарға сұрақтар қойып жатады. Демек ол адаммен сұрақтар қойған кездегі оның психологиялық состояниесін дейміз ғой, орысша айтқанда, психологиялық жай-күйін, жағдайын анықтап, оның шынымен соны сұрағысы келіп отыр ма, немесе тұспалдап отыр ма, қандай да бір нәрсе жасырып айтқысы келмей отыр ма, немесе ұялып отыр ма, осы мәселелер келген кезде біз міндетті түрде психология мұқтажбыз. Қанша жерден біз зайырлы білім алу керек емес, діни алсақ болды деп өзімізді ақтағанмен, осы орайда біз оны жеткізе алуымыздың бір көпір ретінде психология қажет деген секілді. Яғни қоғаммен қарым-қатынас мәселесінде біз қанша болсын бізде бір жақсы сөз бар ғой, жаңа тауға барып тақуа болу оңай дейді ғой. Біз жаңа діни білімді тек өзіме діни білімге ғана керек деп соны алып алып тауға барып өмір сүрмейміз ғой, қой бағып. Біз қоғамның арасында өмір сүріп жатқаннан кейін қоғамда кездесетін жаңа діни білімді қоғамға қалай жеткізу, сол мәселеде біз бәрібір жаңа зайырлы білімге мұқтаж боламыз. Негізі тоқ өтер осы ғой. Тоқ өтер дәл сол, жаңа тауға барып тақуа болған барлығына оңай. Ал біздің әлеуметте жүріп, осы қоғамда жүріп, біздің діни сен тек қана шариғи біліммен сен көпке бармайсың десе қателеспейміз. Шариғи білімді біз алма деп те айтпаймыз. Ал ол дұрыс, оның пайғамбарымыздың жолы, саллаллаху алейхи вассалам, оның сахабалардың жолы, табиғиндардың жолы, біздің ата-бабамыздың жолы. Ал бірақ та біз қазіргі таңда керек болып жатқан біздегі бір потребность дейді ғой, сұранысқа ие ол мамандықтар әлеуметтану, психология, жаңа айтып жатсыз. Имамдар мысалы әртүрлі мәселелермен келіп адамдар имамдарға шағымдарын айтады, немесе өзінің бір моральды жағынан, немесе материалдық жағдайларын айтады. Сол себепті осы кезде мысалы психологияны сен білмесең, сен тек қана хадиспен хадис немесе Құраннан табылмаған нәрсеңді, яғни табылмаған нәрсеңді емес, бір психология арқылы оның жай-күйін сен түсініп, соған сай дәрежеде сен оған ответ, яғни жауап бере аласың. Демек осы орайда зайырлы ғылымдардың берер пайдасы өте зор. Енді осы орайда жастар деп айтып жатырмыз, дінге қызығатын азаматтар өте көп, діни білім алғысы келеді. Қоғамда діни білім орындары бар, соған сәйкес мана айтқанымыздай. Енді соған байланысты ата-аналары бар, оған өздерінің ұл-қыздарын бергісі келеді. Енді осы орайда діни білімі жететін де азаматтар бар, жетпейтін де бар, оның ішінде түсінбейтіндер де кейбірі күмәнданатындар да болады. Енді осыған байланысты қоғамда діни білім беру орындарына қалай қарайды деп ойлайсыз? Сенім бар ма, әлде оларда күмән басым ба? Қоғамда кез келген бір мәселе пайда болса, жалпы халықтың екі ойға бөлінетін белгілі ғой. Әрбір мәселеде екі ұшы бар деген сияқты. Сеніммен қарайтын отбасылар да бар, күмәнмен қарайтын да отбасылар бар. Тіпті мына ақиқат дін деп бір дінді алатын болсақ, кез келген соның өзіне күмәнмен қарайтын адамдар табылады. Енді осы жерде мысал келтіретін болсам, мен бір алыс жақын туысқаным бар. Соның өзінде менің куә болғаным, үйіндегі өсіп келе жатқан 14-15 жастағы баласына бір жұма намазға барайын десе, немесе бір діни сұрақтар қоятын болса, мейлінше ол баланы діни сұрақтардан алыс ұстағанды жақсы көреді. Неге десеңіз, ертең 18-ге толасың, кәмелет жасқа толасың, өз өмірің өзің жауап беретін кезде өзің шешіміңді қабылдайсың дейді. Діни сұрақтарға бас ауыртқысы келмейтін отбасылар да бар. Қазіргі заманда, қазіргі кезде манағыдан бері айтып жатқан діни білім беру деңгейі өсіп келе жатыр ғой. Сол себепті мына мемлекеттік деңгейге дейін жетіп жатыр. Әңгімеміздің барысында айттық, мана колледж, медреселер, университеттер, осыларға қарап
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына тіркелген ресми сайттарға соларға жүгінетін отбасылар да бар. Бір діни сұрақтары пайда болатын болса, баласының бір сүндет той деген сынды, кез келген неке болсын, осындай дінмен байланысты қоғамда адамдардың күнделікті кездесетін өміріндегі сұрақтарға осындай оларда амал жоқ десек те болады да. Енді біздің мысалға еліміздегі теология болсын, дін тану болсын, жұмыс істелініп жатыр ғой. Осы орайда күмәнмен қарайтын азаматтар бар. Олар немен айналысады деп түсінбейді. Мысалға Еуропа елдерінде, басқа мемлекетте бір мынандай тәжірибеге таң қалдым да. Өрт сөндіру мекемелері бар ғой, пожарныйлар деп айтамыз ғой. Сол белгілі бір айда өздерінің жауап беретін учаскесінде, аймағында өрт болмайтын болса, сол айда өрт сөндірушілерге үстемақы береді екен, премия дейміз ғой. Демек жұмыс көрсеткіші Жұмыс көрсеткіші дегенде қалай, олардың түсінігі бойынша ойлап қарасаң, өрт болған жоқ, бірақ премия алып жатыр да. Біздің елде қалай, белгілі бір істің, белгілі бір маманның жұмысы көрінген кезде, мысалға айтатын болсақ, қауіпсіздік милиция қызметкерлері бар ғой. Ол кісілер бір адамды құрықтап, бір сын қатердің үстіне түскен кезде премия алып жатады деген сынды да. Басқа мемлекет, дамушы мемлекеттерге қарайтын болсақ, осы жердегі практикасы мүлдем басқаша да. Мана айтқан өрт болмаған кезде премия беретін болса, біздің елімізбен салыстыратын болсақ, именно осы салаға теология, дінтану, экстремизм, терроризм алдын алу бойынша есептейтін болсақ, біздің елімізде экстремизм, терроризм, мана теракттар болмаған кезде премия алу керек те олар. Үстемақын сол кезде беру. Сол кезде беру керек. Мысалға деймін да. Енді біздің елімізде ондай оқиғалар болып жатқан жоқ. Енді өкінішке орай 2016-17 жылдарға дейін болды. Ақтөбе облыстарында, Атырау облысында бірнеше теракттер, манағы әскери бөлімшеге кіріп келу деген сынды оқиғалар болды. Енді осындайлардың алдын алу қазіргі кезде Маңғыстау облысында да жұмыс жасап жатырмыз ғой. Енді осы салада көптеген азаматтармен кездесіп сөйлесу барысында көрдік, сондай ойлы азаматтар бар екенінде, бірақ оны қарапайым халық түсінбейді, білмейді. Біздің арамызда манағыдай түсініктегі, дұрыс емес түсініктегі деструктивті діни ағым өкілдері бар екеніне сенгісі келмейтін адамдар бар қоғамда. Олар қоғамда тыныш өмір сүріп жатқаннан кейін, ондай сұрақтарға тап болмағаннан кейін, манағы айтқан теракт сияқты бір қатерлі оқиғалардың болмағанын көрмегеннен кейін қоғам тыныш деп ойлайды да. Негізінде оның алдын алып жатқан дін мамандары, имамдар, ұстаздар, одан қалды мына дін істері басқармасы деген сынды азаматтармен жұмыс жасап, оның алдын алып жатқан шығар, может деймін да. Әбден мүмкін оның баршасы. Сол себепті де қоғамда енді бұл діни салаға, жалпы дінге күмәнмен қарайтын адамдар жоқ емес. Бірақ жылдан жылға жаңа айтқан дамушы мемлекет ретінде біздің діни білім жүйеміз қарапайым халыққа да түсінікті болып келе жатыр деп ойлаймын. Өте керемет жауап бердіңіз. Демек бізден де жалпы осы діни қызметкерлерден сұрайды, осы қызметтер немен айналысасыздар, кімге керек, ол қоғамға не пайдалы, онсыз ақта болды ғой деген секілді сұрақтарға жауап беріп өттіңіз ғой енді. Бұл өте өзекті мәселе, көп жерде де мысалы ескеріле бермейтін мәселелердің бірі ғой. Енді сұрағымызды ары қарай жалғастыратын болсақ, еліміздегі діни білім алудағы, оны өзіміздің елімізге деген болашағын қалай сипаттар едіңіз? Қазіргі таңда осы айтып өтті, діни білім жайлы, жоғары оқу орындары жайлы. Қазіргі таңдағы біздегі жастардың дінге деген бетбұрушылық көзқарастарын қарайтын болсақ, бізде Қазақстан жерінде өте жоғары сұранысқа ие осы дін мәселелері бойынша, дін мәселелері десек қателеспейміз. Өйткені қазіргі таңда бізде жұма намазда немесе басқа да бір шараларға баратын болсақ, осы діни атрибутикалық нәрселерге баратын болсақ, мешіттерге, бұл жерде байқаймыз, бізде жастардың өте көп деген осы жамағаттардың жастардан құралғанын байқаймыз. Біздің Қазақстанда яғни жастар деген ол 35 жасқа дейінгілер қазір жастар деп саналады ғой. Сол себепті де осы 35 жасқа дейінгілер бізде мешіттерде немесе жаңағыдай өзіміздің діни атрибутикалық жерлерде өте көп деп кездеседі. Оның бірден бір себебі бізде дінді дәстүрімізге сіңдіріп кеткені. Яғни дәстүрімізбен сіңіп кеткен, ол халықтың арасында сіңіп кеткендіктен, мысалы біздің ата-бабаларымыз
оны дәстүрімізге сіңіріп берді. Одан қалған бер жағындағы ата-аналарымыз бізге дінді бір қолымызға ұстап жүрген, яғни ол КСРО-ның кезінде дінді ұстану дейтін ол қолға бір шоқ ұстағанмен бірдей еді ғой. Ал қазіргі таңда дінді ұстану ол тәуелсіздік алғанымыздан кейін өте оңай болды. Сол себепті ата-аналарымыз сол ғасырды көріп қалды. Ал қазіргі таңда бізді дін ұстанам десеңіз, дінді ұстанып жүрмін, намаз оқып жүрмін десеңіз, ата-аналарыңыз сізден бір үлкен үміт күтеді. Сол себепті де қазіргі таңда жастардың дінге деген бетбұрушылығы өте жоғарғы деңгейде. Сол жастарға бірақ та бір ескертпе айтып өтсек, мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның заманында да көптеген сахабалар болды. Осы соңғы құтпасында 10 мыңға жуық сахаба болды деген риуаяттары бар. Сол мысалы сахабалардың ішінде байқайтын болсақ, бір 30 немесе 50 шақты сахабаларды ғана бізде көптеген кітаптарда немесе бір әдебиет беттерінде байқаймыз. Ал қалған сахабалар ше деген сұрақ келеді ғой. Мысалы қалған сахабалар кім болды? Ол мысалы қазіргі таңда дінге бет бұрған адам, намаз оқыған адам, ол дінді тереңінен, ақиданы тереңінен білу міндетпін деп ойлайды. Өзін мысалы діннің маманы болып кету міндетпін деп. Жоқ, олай емес. Ол өте қате пікір. Біз діннің фундаменталды, яғни намаз оқу, ораза ұстау, негізгі міндеттер осы зекет беру, қажылыққа бару деген секілді негізгі міндеттерін білсек, яғни 5 парызын білсек, бұл қарапайым халық үшін ол жарайды. Сол жетеді. Ал ары қарай білім алам деген жандар ғана ары қарай жаңа оқу орындарына оқыса болады. Ал барлығына бірден діни білімді, осы діни ислами білімді алып кету міндет емес. Жалпы бізге діни білім алу жалпы барлығына парыз ғой. Құранда да келеді, иқра бисми роббикаллази халақ, бірінші аят осылай түсті, яғни оқы деді. Оқы деген яғни барлығымызға діни білім алу міндетті. Діни білім болғанда білім алу міндетті, ал діни білім алу ол жерде нақтылап бөлшектеп айтылған жоқ. Жалпы адамзатқа білім алу қажет. Білім алу қажет. Ал сол себепті де мысалы жаңа айтып отыр ғой, сахабалардың шамамен айтқанда бір 30-50 шақтысы ол діни білімді алып ары қарай тереңінен зерттесе, қалған сахабалар өздерінің ісімен айналысты, яғни саудамен айналысты, кейбіреуі қарапайым халық болды, кейбіреуі. Сол себепті бізде де қазіргі таңдағы жастар өзіне бір андай бір міндеттемелер тағайындап алмау керек. Яғни мен дінде жүрмін ба, ислам дінде жүрмін ба, намаз оқып жүрмін ба, мен барлығына міндеттімін деген секілді. Ол бір сұрақтарды бір ұстаздардан барып немесе имамдардан барып муфтияттан сұраса, олдың ешқандай әбестігі жоқ десе қате айтпаймыз. Қайта бұны сұрап, соны білгені жөн деп ойлайсыз ғой. Дәл солай. Өйткені бүйтіп ойлаймыз ғой, мысалы дінде, шариғатта да, жалпы исламда да әрбір адамға білім алу парыз дейді. Осының ішінде діни білімге келетін болсақ, арнайы мамандарға ғана міндеттеледі, 100% толығымен арнайы ислам тақырыбында оқитын болса, сол бағытында оқитын болса, хадисі бар, фиғи бар, көптеген саласын басында айттық қой, грамматикасынан басталып соңына дейін оқиды. Осының баршасы оған білу міндет. Демек бұған парыз өзіне жекешелендірілген. Ал жалпылама енді айналамызда намаз оқысы келеді, қызығып, жалпылама жұмаға барады, жаңағыдай құрбан шалады, осындай мәселелер келген кезде айт намазына қатысады. Бұл жалпылама қоғамның мәселелері да. Сол себепті оларға жеке парыз емес, жалпылама көпшілікке не міндет, тұрмысына не нәрсе қажетті сұрақ туды, мәселе туды, соны білсе жеткілікті деп ойлайсыз. Дәл солай, сол жаңағы жастарымыз соны білу керек, түсіну керек. Яғни сен ол жерде діни білімдің ішінен керіп грамматика, сарф деген секілді ғылымдар бар ішінде. Риторика, балаға, фиқ, ақида деген секілді. Оны тереңінен білу, фатуаларын білу сен міндеттемесін. Яғни сенің мамандығың, мысалы біреу айтишник болуы мүмкін, біреуі мысалы мұнайшы болуы мүмкін. Ал сен мұнай жайлы білуің міндетті, өйткені ол сенің салаңда. Ал сен діни намаз оқысаң, сен намаздың парыздарын ғана білсең жеткілікті саған. Өзіңе қажеттісін білген жеткілікті. ғана. Ал егерде бір сұрақтар саған пайда болса, мамандар бар өздерінің, сол саланы білетін имамдар, теологтар деген секілді, солардан сен сұрасаң, сол саған ғана жеткілікті. Яғни ресми ақпарат көздерінен жүгініп, өздеріне жауаптарын алса болады. Дәл солай, жауаптарын алу арқылы сол ғана міндетті. Ал қалғандары ешкімге оның барлығын білу бір парыз емес, міндеттелмеген. Өте керемет жауап бердіңіз. Енді бүйтіп айтып жатады ғой, мысалы әрбір маман өзінің иесі, содан сұра, мысалы қандай да бір жағдай түсіп қалса, медициналық көмек керек болса, онда біз арнайы мамандардан сұраймыз.
Ал діни жағдайға келетін болсақ, намазымызды, діни құлшылығымызды, рәсімімізді немесе бір сенімге қатысты мәселе келсе, онда біз оны да діни қызметкерлерден сұрап, ары қарай біз олдан ертең Құдайдың алдында сұралмаймыз. Былайша айтқан кезде оны мамандарын беріп қойды, біз соған жолығамыз, тиісінше алсақ болды. Қандай да бір қазірде көп тарап кетті ғой, мысалы қандай бір ауырып қалатын болса, манағы айтқан жасанды интеллекттен сұрайды. Сөйтіп өзі ауруын ушықтырып, көптеген жиналыстар болып, оған шектеу қойылып жатқандығы жайында сыбыс бар енді. Сыбыс бар. Сол себепті осы тағы да толықтыра кетейін. Мысалы, сіздің автокөлігіңіз бар, мысалы қазір барлығында. Мысалы, сіз автокөлігіңіз бұзылып қалса, сіз барып оны механикке барып, яғни автомеханикке барып жөндетесіз оны. Ал сіз оған араласпайсыз, яғни сіз оған машинаңызды толықтай тапсырасыз, одан кейін барып кетесіз, барасыз, айдайсыз, кетесіз. Дәл сол секілді діни сұрақтарда да бізде дәл сондай болу керек. Кез келген кетіп бара жатқан адамнан біз діни сұрақтарымызды сұрауымыз керек. Яғни кез келген кетіп бара жатқан адамнан біз сұрақтарымызды сұрап, діни сұрақтарды ондай біз деңгейін түсірмеуіміз керек. Ал біз діни сұрақтарды арнайы мамандарынан, яғни сен автокөлігің бұзылса, сен барып автомеханика бардың ба, сен діни сұрақтар пайда болса, сен діни маманға барып сұра. Сол кезде біздің қоғамымыз алға қарай жылжу үстінде болады. Сол себепті сол кезде біздің қоғамымызда адасушылар аз болады. Деструктивті діни ағымдарына кірушілердің саны азаяды. Сол кезде ғана барып біздің қоғамымыз алға дамиды деген түсіндеміз. Демек, бұл арнайы маманнан сұрап осындай дер кезінде өзінің маманына жолыққанымыз бұл күмәнді сейілтеді және сенімді арттырады дінге деген. Ал қазіргі таңда көптеген діни емес мамандар болсын, блогерлер болсын, көпше баршасы дін жайлы айтқаннан кейін қазір намазға қызыққан жандардың өздері түсінбей жатыр. Осы мақсатта біз көптеген мәселелер талқылап алдын алдық деп ойлаймыз. Енді осы орайда Жәнібек мырза бір сөзбен түйіндеп, жалпы осы қалай айтсақ болады, діни білімді айтып жатыр қоманадан бері. Еліміздегі діни білім болашағын қалай сипаттайсыз, діни білім жағын? Еліміздегі діни білім беру жүйесін болашақта керек деп бір ауыз сөзбен қорытындылайтын болсақ, дінді ғылыми тұрғыда жүйелі түрде ұлттық біздің дәстүрімізге сәйкес дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейді ғой. Соның ішінде біздің дәстүріміздің дініміздегі орнын дәріптей отырып, халыққа дұрыс жеткізу болашақтағы біздің міндетіміз деп есептеймін. Себебі дінді дұрыс түсіну және оны адамзатқа дұрыс түсіндіру әрбір азаматтың, әрбір адамның тікелей міндеті, борышы деп есептеуге болады. Себебі дінді дұрыс түсінуден басталады барлық нәрсе. Ал егер дінді дұрыс түсінбейтін болса, ол өзі бұзылғанымен қоймай, айналасын, қоршаған ортасын, жалпы адамзатқа қатерін, зиян тигізу мүмкін. Сол себептен ең бірінші дінді дұрыс түсіну керек. Сол жолда адам еңбек ету керек. Өте керемет жауап болды. Енді Нұржан мырза, сізге қоятын болсақ, жалпы сапалы діни білім рухани қауіпсіздіктің кепілі дейміз. Білім арқылы иман нығаяды дейміз. Осы турасында жалпы қорытындылай келсек, өзіңіздің ой сөзіңізді айтып өтсеңіз. Жалпы қорытындылай келсек, осы сұхбатымызды қазіргі таңда тәуелсіздік алғаннан бері біздің Қазақстан жерінде, тәуелсіздік алғаннан бері қазіргіге дейін діни білімімізді салыстыратын болсақ, бізде өте жоғары прогресс бар деп айта аламын. Ол жер мен көктей. Оған мысал келтіретін болсақ, біздің діни оқу орындарының ашылуы, ол мемлекетке өтуі, яғни мемлекеттен белгілі бір дәрежеде гранттар пайда бола бастады. Қазіргі таңда бізде топ 1, топ 2 деген мысалы Евразия ұлттық университеті, Қазақ ұлттық университеті, осы секілді университеттерде бізде дінтану немесе теология, исламтану факультеттерінің ашылуы осыған дәлел деп есептейміз. Яғни біздің бір алға жылжуымыздың көрсеткіші осылармен ақ дәлелдей алсақ болады. Алдағы уақытта діни мамандарды жалпы бізде қажет етеді. Алдағы уақытта өйткені жаңа айтып жатырық, жастардың дінге қызығушылығы өте жоғары деңгейде, яғни артып келеді. Солардың дәрежесінде бізде солармен бірге қалмай, яғни олардың сұрақтарына
жауап беретін мамандар да бізде қазіргі таңда жеткілікті, бірақ та ары қарай біз осы кадр жағынан жұмыстануымыз керек. Алдағы уақытта көптеген докторлар, PhD докторлар, академиктер біздің Қазақстанға қажетті деп санаймын. Өте керемет жауап бердіңіз. Енді Жәнібек мырза секілді мен де айтайын, сапалы білім, жалпы дұрыс түсінік, бұл тұрақты қоғам негізі дедіңіз ғой. Енді құрметті қонақтарымызға рахмет. Келесі подкастта да тағы маңызды рухани тақырыптарды қозғайтын боламыз. Ассаламу алейкум, құрметті тыңдармандар, амандықта жүздескенше.